Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен тағы да осындай бір керемет салаттың рецептін бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Біз алдымен етімізді маринадтап алуымыз керек. Ол үшін бізге сиырдың етін осылай ұзыншалап, чұқалап, турап шығу қажет. Сосын бір ыдысқа салып, үстіне тұз, қара бұрыш, кішкене паприка, сарымсақ, соя тұздығы және кәдімгі сұйық майды қосып, жақсылап араластырып, кемінде 1 сағатқа қойып қоямыз. Етіміз маринадталу қажет. Сосын табаны қыздырып, сол табада 7-8 минуттай қуырамыз орташа отта. Май құюдың қажет жоқ, өзінің құрамындағы майы жеткілікті болады. 7-8 минутта етіміз дайын. Баклажандарды осылай видеодағыдай майға қуырып аламыз. Және болгар бұрыштарын видеодағыдай ұзыншалап турап шығамыз. Қызыл, жасыл, сары болса, салаттың сәні әдемі болып тұрады. Кинзаны міндетті түрде қосамыз. Кинза салатқа әдемі дәм береді. Және де пияз қосамыз. Менде осындай фиолетовый пияз. Ол да түсіне ерекше сән береді. Енді черри помидорын осылайша турап қосамыз. Жаңағы қуырылған етімізді осы көкөністерге қосамыз. Ендігі кезекте қуырылған баклажандарымызды да қосамыз. Менде 2 порция салатқа жасап жатырмын, сондықтан 2 порцияға 2 соя тұздығын қосамыз. Және де sweet chili соусы 2 порцияға 4 ас қасық, яғни 1 порцияға 2 ас қасық sweet chili кетеді. Тұз бұрыш қосудың қажет жоқ. Көкөністердің, еттің, баклажанның құрамындағы тұз бұрыштар жеткілікті болады. Енді салатымызды жақсылап араластырып, тарелкаларға салып шығамыз. Салат өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен бірге болған мен Рахатай.